Саламатсыздар, құрметті көрермендер және осы залда отырған қонақтар. Бүгін біздің телеарнамыздың төрінде тағы бір отбасының баспаналы болуына куә болып отырмыз. Көптеген баланың арманы орындалып, міне осындай бір керемет қуанышты жаңалық орын алайын деп отыр. В который раз мы уже совершаем эту добрую традицию, но каждый раз она почему-то как в первый раз волнительна. А все потому, что мы имеем дело с судьбами людей, судьбами человека, судьбами семьи. Я уверен, что сегодняшний момент разделит вашу жизнь на до и после. И я хочу пожелать вам, чтобы мы оставили все невзгоды, все беды там, а с собой взяли только радость и счастье. А этот символичный символ, это символ перемен, символ позитивных перемен. Мы вам вручаем. Ура! Бүгін Қарағанды облысындағы мысты шаһарымыз Сәтпаев қаласында тағы да қуанышты күн, тағы да үлкен той болып жатыр. Жетім мен жесірдің қорғаны болған, панасы болған Харекет қайырымдылық қорының арқасында осы Сәтпаев қаласының тұрғыны Айнұр анамыз баспанаға ие болғалы тұр. 5 баласын бағып, қағып, түн ұйқысын 4 бөліп, осы балаларды қалай да жеткізем деп уайымдап жүрген ананың шаңырағында бүгін үлкен той болғалы тұр. Балаларыңыздың қызығын көріңіз. Енді осы шаңырақтарыңызда үлкен той болсын әрқашанда. Барша қазақ еліне көптен көп алғыс айтамыз. Сіздердің садақаларыңыздың арқасында осындай аналарымыз, балаларымыз қуанып жатыр, өз үйлері болып жатыр. Аллам беріп жатқан садақаларыңызды мол сауаптан етсін. Сәлеметсіздер ме, қазақ елі, құрметті Сәтпаев тұрғындары, бүкілдеріңізге де көп алғысым шексіз. Харекет қорына мыңда бір алғыс, Гүлмира Мұханқызына Алла разы болсын, мыңда бір алғыс, рахмет. Осы 14-15 жылда жалдап тұрып жатқан 45 үйім көз алдыма келді ғой. Көп рахмет сіздерге. Жаны жомарт қазақ халқым, сіздерге бас иемін. Рахмет. Сондай бір отбасының бақытты болуына себепші болдыңыздар. Алла сіздерді бақытты етсін. Алла мол сауаптан жасын. Қазақ халқына ризамын. Жаны жомарт ағайын туыс бауырларым, өзім сияқты аналарға да қол ұшын көмектесіп, қол ұшын беріп, бір-бірімізді қолдап, себеп жүрек. Рахмет көп. Рахмет. Гүлмира Мұханқызына рахмет. Я, как руководитель Центра социальной поддержки Қамкор, хочу поблагодарить Харекет қорын в лице Гульмира, да? Я, как руководитель Центра социальной поддержки Қамкор, хочу поблагодарить Гульмиру Мұханқызы за то, что вы делаете такие добрые дела. И вообще, действительно, слова благодарности хочу сказать каждому, кто по 1000 тенге делает такой вклад, попавшим действительно людям в такие жизненные ситуации. Хочется, Айнура, вам пожелать, чтобы в вашем доме было светло, уютно. Дай Бог счастья вам.